Қаламыздағы орталық жақсы аймақтарымыздың бірі микрорайон Шұғыла 7А үйінің екінші қабатынан 2 бөлмелі пәтерімізді түсірмекшіміз. Аулада көлік тұрақтары және бейне бақылау камералары, ар жақ тұсымызда балалар ойнайтын алаңқайларымыз, барлығы дерлік бар. Үйіміз толықтай модернизациядан өткен, ал енді пәтердің ішкі көрінісімен танысамыз. Пәтеріміздің кіреберіс бөлігі, пәтерімізге осы есік арқылы кіреміз. Кіреберіс бөлігіміз кең, квадратурасы жақсы, бөлмелері бөлек-бөлек орналасқан. Кіреберістің оң жақ тұсында қонақ бөлмесі, яғни залымыз, стеналар толықтай боялған, кондер бар, жұмыс жасап тұр. Және осы қонақ бөлме арқылы пәтеріміздің лоджиясына өте аламыз. Оны қазір ар жақтан көрсететін боламыз. Қарама-қарсы тұста жатын бөлмесі орналасқан. Жалпы жатын бөлмеміздің көрінісі. Ал тура жүретін болсақ, бұл жақта бізде жуыну аймағы, дәретханасы, ар жақта ас бөлмесі орналасқан. Жуыну бөлмесінің көрінісі, стеналар толықтай кафельденген. Мына жағымызда дәретханасы, бұл жақта да кафель, ресторан бар, жұмыс жасап тұр. Мына тұсымызда ас бөлмесі орналасқан. Ас ішетін бөлігіміз, ар жақ тұсымызда ас дайындайтын бөлігі, яғни ас бөлмесін лоджияға қарай шығарып қойған. Ал мына жағымызда екінші лоджиямыз, жаңағы зал жақтан бететін лоджияның көрінісі. Ал енді жалпы осы пәтер жайлы сұрақтарыңыз болса, төмендегі байланыс нөміріне хабарласыңыздар.